Бисмиллахир-рахманир-рахим. Егер осы видео сіз үшін пайдалы болса, көптің көруіне себепші болып, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіз. Осы дұғаны оқып жүрген адамға құлым жәннатқа қай есіктен қаласан кір деп айтылады. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Қағбаны бірінші көрген адамға бұдан артық құлшылық жоқ деді. Бұл дұғаны таңертең және кешке 7 рет оқуды әдетке айналдырыңыз. Мағынасы: уа Аллам, хикмет жаңбырын жаудыра көр. Уа ұлылық пен жомарттық иесі Алла, маған мейіріміңді тарата көр. Сонымен қатар Алла тағалаға шын ықылас етіп, Алланы мадақтап көркем түрде игі істі жақсылығын сұрау үшін осы дұғаны оқып, Алладан пана тілеңіз. Сонымен қатар байлыққа кенелгіңіз келсе, жолыңыздың ашылғанын қаласаңыз, Алла тағалаға осы дұға арқылы жалбарыңыз.